Армысыздар, құрметті менің тыңдармандарым. Бүгін мен сіздерге өте көп нәтижеге жеткізген жеке әдістер туралы айтпақшымын. Сондай әдемі әдістің бірі 10 күнде мақсаттарды амалға айналдыру әдісі. Бұл практиканы мен өзімде жасап шықтым, осы әдісті. Осы сөзді ауыстыру арқылы менің көзқарастарымның бәрі ауысып кетті. Көзқарастардың бәрі ауысу деген сөз, сенің жан дүниеңде трансформация жүріп кетеді екен. Сондықтан мен бұл әдісті сіздерге 100% нәтиже көргеннен кейін ұсынып отырман. Қазір сіздерге осы мақсаттарды амалға айналдыру әдісін тереңірек түсіндіремін. Біздің өмірімізде көп сөздер, кейбір сөздер, әңгімелер, тәрбиелер, мысалы, ата-ананың берген тәрбиесі, ұстаз, мұғалімдердің берген тәрбиесі бар. Ата-әжелерден алдық тәрбиені, көшеден де алдық, кино, телевизор, жаңағы неше түрлі жиындарға, отырыстарға, үйірмелерге барып, әртүрлі сөздерді естік. Көшедегі жаман сөздерді естік, қырсық сөздерді естік. Сондай той-томалаққа барған кездегі төбелес, анау-мынау болғанда сөздердің бәрі біздің санамызда, түп санамызда, біздің ойымызда, біздің миымызда, біздің есімізде, біздің ойымызда сақталып қалады екен. Яғни ол ұстаным ретінде тұрып қалады. Орысша установка дейді ғой. Сол ұстанымды біз өзіміз өзгертпесек, ол өздігінен кетпейді екен. Ол мәңгі қалып қояды сол жерде. Ал енді ол ұстанымдардың сол санада, түп санада, ойда, есте тұруы, ол бізге кедергі келтіреді. Өмірге, біздің өміріміздің жақсылықтар енуіне, біздің өміріміздің жақсы жаққа өзгеруіне ол сөздер кәдімгідей кедергі болады екен. Осы сөздерді ауыстыру үшін бар жоғы 3-4 қана сиқырлы сөзді пайдалансақ болады екен. Сондай әдемі сөздің 3-4-еуі жеңіл, өте жеңіл, оңай, өте оңай, тез, қарапайым деген сөздер екен. Бүгін енді осы практикамызда сізбен бірге бір ақ қағаз аламызда және өзіңіздің күнделікті қолданып жүрген сөздеріңізге осы сөздерді қосып жазамыз. Мысалы, қалай жазамыз? Мысалы, сіз әкімнің алдына кіруіңіз керек болып тұр. Қалай жазамыз соны? Мен әкімнің алдына тез, кезексіз кірдім де, өте оңай сөйлестім, мәселем жеңіл шешілді. Көрдіңіз ба? Қандай сөз тіркесі шықты? Екінші мысал. Так, маған ем-шипа алу оп-оңай және жеңіл. Немесе, мен сүйікті жарымды маған кездестіру оңай әрі жеңіл. Студент болу оңай. Коуч болу оңай. Қалай тағы да? Қарыздан құтылу оңай. Кредит жабу тез. Кредит жабу жеңіл. Немесе күшті мұғалім болу оңай. Әдемі машинаны сатып алу оңай. Әдемі машинаны айдау жеңіл. Осындай әдемі сөздерді, сиқырлы сөздерді, жеңіл сөздерді ауыстырамыз. Сонда біздің жан дүниемізде уже трансформация жүре бастайды. Демек, сіз күніне өзіңіздің 200 сөз тіркесіңізді оңай, жеңіл, өте оңай, тез, қарапайым деген сөздерге ауыстырасыз. Соны ауыстырып жазасыз. 4-5 күннен кейін
күніге жазасыз ғой, енді 10 күн ішінде жазылатын практика бұл. 10 күн үзбей жазасыз. Сол 4-5 күнде өзіңіз аңғарып, байқап қарасаңыз, сіздің мынау жан дүниеңізде, мынау әсіресе мынау адамның мынау көкірек несінде, тұсында бір жеңілдік сезіле бастайды. Демек, сіздің уже трансформация сізде жүріп жатыр. Сізде сөздің бәрі ауысып жатыр. Сөз ауысты деген сөз, сізде көзқарас ауыса бастайды. Көзқарас ауысты деген сөз, уже сіздің өміріңіз өзгере бастайды. Жақсы жаққа қарай деген сөз. Сондықтан санадағы, түп санадағы, ойдағы, мидағы, естегі, ақылдағы осындай тұрып қалған ұстанымдарды біз шеше бастаймыз. Олар өз-өздерінен осы сөздер арқылы оп-оңай шешіліп кетуі әбден мүмкін. Сізге осы өзгеріс артынан жақсылықтар келе бастайды, сіздің өміріңізге кіре бастайды. Сіздің блоктар осылай қарапайым әрі сиқырлы осы 3-4 сөзбен шешіле бастаған өзіңізде аңғарасыз. Демек, күніне 200 сөзді ауыстырып, жеңіл, тез, оңай, қарапайым формуласымен жазып шықсаңыз, онда бәрі өзгереді. Қағаздарды сақтап қоямыз. Тапсырманы орындау үшін 10 күн керек. 10 күн ішінде орындап шығамыз. Сіздің өміріңізге кіріп келе жатқан жақсылықтарды біздің каналымызға жазуды ұмытпаңыздар. Егер осы әдісіміз сізге ұнаса, комментарийға ризамын деп жазуды қалдырыңыз.